Құрметті аналар, құрметті қазақ елі, мен сіздерге бүгінгі таңда үндеу жолдағым келіп отыр. Міне кеше болған оқиға Семей, Абай облысы Семей қаласындағы әскери орындарда 9 бала реанимация жатыр дейді. Бір бала мәйітханада жатыр. Бір баланың қуығын жарып жіберген. Не болып жатыр мына әскери орындарда? Аналар балаларын отан қорғау борышын өтесін деп, ер азаматтық мінездерін, парыздарын ақтап келсін деп жіберген аналар бүгінде балаларын жоқтап отыр. Бүгінде балалардың өліме, тіріме біле алмай отыр реанимацияда. Енді бұл бізде Қазақстанда неге соншама әскери орындарда азапстан болып кетті? Неге соншалық азап шегіп жатыр? Біздің қазақ елі бірікпей, біздің Қазақстанда заң жоқ. Әрбірлеріңіздің отбасыларыңызды осындай қайғы есігін қағып тұрады. Ешкім қашып кете алмайды бұдан. Сондықтан да моя хата с краю дегенді қойыңыздар. Аналар, қайдасыздар? Сіздерде балаларыңыз бар. Ертең сіздерде балаларыңыз әскерге барады. Осы қаншама жылап жүрген аналар секілді, сіздер де жылағанда сіздерді ешкім қолдамаса, сол кезде азапты көресіздер. Сондықтан да мына бүгін кешегі болған қайғы, ол жалғыз 9 ананың басына келген жоқ. Бір дегенде 9 үйдің есігін қағыпты. Осыдан бір ай бұрын мен сіздерге айтқан Алтай ауданының бір баласы сол әскери орыннан қашып шығып, өз анасына хабарласып, санчастьта тяжелый жатқанын. Сол кезде де сіздер үнсіз қалдыңыздар. Міне дәл сол орында бүгін 9 бала реанимацияда жатыр. Бір бала мәйітханада жатыр. Бұған кім кінәлі? Аналар, сіздер өздеріңіз кінәлісіздер. Ап деп бір баланың өлімі, бір баланың таяқ жегені үнсіз қарап отырдыңыздар. Сіздер үнсіз қарап отырсыздар. Ал енді міне 9 бала, ертең тағы 9 бала, ертең 2 бала, бірсі күні 1 бала. Сонда мына әскери қызметтерін не істеп жүр? Сол балалардың арқасында нан жеп отырған жоқ па? Кеше ғана мына квартирныйды алып тастады деп, осы әскерилердің қатындары шырылдады емес па? Қайтарыңдар деп. Ұятсыздар. Қай беттерімен отырсыңдар сендер? Қай беттерімен сол қатындарын шырылдатып қоя беріңдер? Квартирныйды сұраңдар деп.